Сәлем достар, өте әдемі болып шығатын декордың бірі үй жағдайында леденцы жасаймыз. Леденцейіміз қолға жабыспайтын, осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына шейін көріңіздер. Пешке қоятын түбі қалың ыдысымызға құмшекер, су және де глюкоза сиробын қосамыз. Глюкоза сиробының орнына бал қоссаңыздар да болады, бірақ сіздердің леденциларыңыз түсі кішкене сарғыш болуы мүмкін. Сол себепті глюкоза сиробын қосыңыздар. Орташа отқа қоямыз, осы массамыздың еріген күтеміз, және де осы бізге термометр қажет болады. Термометрдің осындай ине тәріздесін қолданғандарыңыз дұрыс, себебі ол нақты көрсетеді. Шамамен 145-150 градусқа шейін алып барамыз. Мен 150 градусқа дейін алып бардым. 150 градусқа толған соң көпіршіктерінің басылғанын күтеміз. Сонан соң силиконды ковриктің үстіне құятын боламыз. Домалақ қап құятын болсаңыздар, дәл ортасына құюларыңыз қажет, және де ағаш пашканы осылай кіргізетін боламыз. Құйып болған соң пышақпен кішкене формасын дұрыстасаңыздар болады. Кез келген түске бояп алсаңыздар болады. Мен осындай қызғылт бояғышпен қызыл түске боядым. Кез келген өзіңізге ұнаған формаға құйсаңыздар болады. Мен кішкентай балдарға арналған тортты жасайтын болғандықтан осындай жұлдыз формасына құятын боламын. Және де қанық түс болсын десеңіздер, кішкене диоксид титаны красителін аздап қоссаңыздар, қанық осындай түс шығатын болады. Соны қосып, кішкене пеште қыздырып жібереміз. Және де силиконды форма қойған соң міндетті түрде кішкене сілкілеп, содан кейін барып шпажкасын қадаймыз. Бұл жылдам қатып қалатын болады. Міне қараңыздар, оңай және тез осындай силиконды ковригімізден алынады. Өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңізге, қолымызға жабыспайды, өте керемет. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Жасаған леденциймен кішкентай балаға арналған тортты әсемдеп сәндейміз. Жасаған декорымыз бен тортымыз әдемі болып шықты. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.